Tanış arқылы ғой досым. Отыра берейінші, я? Жоқ, тұрған ыңғайсыз екен. Ал. Міне бүгін 26-шы жаңа жұма күні деп жатыр ғой кімдер. Қасиетті жұма күні Ереже айында мінекей күшті күні бас қосып жатыр. Жаңағы, келген де бар, келмеген де бар енді мінекей. Биыл 2025 жыл кейбір адамдарға сынақ болды айналып келгенде. Арамызда Әділбек ауырды, Райхан ауырды, келін ауырды, бақытқа да енді семьясында жаңағыдай жағдай жатыр. Әр нәрсенің қайыры болады дейді ғой, Алла қайыры болсын. Әділбек біз сен анана да барамыз деп бір реті келмеді, жаңа ұялып қалып жатыр, бір реті келсе әлі де барамыз деген ойымызда бар. Adam niyetimiz Niyetlerini birinci yanvarga vurup jönündür so кезде бірге бар еді. Мұрат байға келесі дүйшенбіде айгүлді күтте Мұрат байға да сосын барамыз дедім. Өмір болғаннан кейін қуанышта бірге жүреді, қайғыда бірге жүреді. Бірақ енді жаңағы сен ана неге оқымағансың ғой? Бірақ ода көп айтылған жоқ, айтпақшы. Сол енді өмір болғаннан кейін неше түрлі жағдай болып жатыр ғой. Бірақ ана күн бақытта жұбатып жатыр, Алла қайырын берсін деп. Әр нәрсені сынақты береді, арттан жақсы нәрсе болады екен ғой. Сондайға шыдасақ, сабырлық танытсақ, бәрі болады. Мінекей бүгін басымыз қосылып жатыр, кішкентайымыздар бірге өскен. Бәрімізде бірінші байлық денсаулық дейді ғой. Бәріне мықты денсаулық тілеймін. Бәріне бұрын мықты денсаулық болсын Алла. Жаңа ауырып тұрдым, аунап тұрдым деп, ол Алла жаңа ауруды да береді, артынан емін де береді дейді ғой. Құдайға шүкір ғой, әлі қазір немере көріп жатырмыз бәріміз, аяқ басып жанына енді бізден күтті енді көреді Құдай қаласа. Әлі немереге де көріп жатыр шүкір. Көріп қалып сағада бірде кезі бола ма? Bu ne diyorsunuz? Onu енді böyle жасымыз 60-тан асқаннан кейін көзіміз көрмей қала ма, құлап қала ма деп. Әкешісі бар ғой? Бүгін азында барамыз. Жоқ, кемпір шал болыңдар ғой, ана сүрініп қалынып жүрмесін деп жатыр. Не, ұмытып қалдым. Неге келгенімді ұмытып қалдым ғой. Алла мықты денсаулық берсін. Аллаға шүкір енді. Алғыстан астық қой, алғыстан астық. Құдайға шүкір енді бәріміз аяғымыздан пенсияға шықты, Құдайға шүкір. Оған да шүкіршілік қыламыз азанда тұрған. Құдай таңымыздың атқанына шүкір, 12 мүшеміздің сауы. Кеше бір жап-жас бір құдашаның қайтыс болды. Жалағашқа баратқан кезде 40 жаста екен. Мына қыздарға айтып жатырмын, ойлап, өздері не қыла беріңдер, мен сояққа баратырмын деп. 40-та 4 баласы бар, еш нәрсе көрмей кетті. Машина ана встреча шыққан ғой неге, газель ма бір нәрсеге. Онда 5 адам больницаға түскен. Алла сондайдан сақтасын. Аман болай, жан-жағымыз аман болсын, балдарымыз аман болсын. Алла баламен сынамасын. Балдарын аман болып сол. Өсіп жатқан балдардың, көзге көрінген балдардың рахатын көріңдер. Бәрімізде аман болай. Тек жақсылықта басымыз қосылсын. Бір-бірімізге. Бізден гінә жоқ қызым. Сынса бізде бізге не қылмайық. Бәрімізде аман болай, тек осындай басымыз қуанышта қосыла берсін. Бұл да 1-2 сағат өзімізге қияйықта деп жатыр, қалай жарқыласып әңгіме айтып жатыр іштерін. Мысалы Әділбек деген ауырып тұрса да келіп жатыр Әділбек. Зато бір көріп марқайып қалдым. Бұл да өмірдің қызығы ғой. Сен ауырып жатсаң ой деп жатырсың. Ойын бөлінеді, ой өрсін. Шамал бір-біріміз көрген өзі бізге ем. Әңгіме айтқан өзі ем болады. Сол басымыз тек қуанышта қосылсын. Асқар да бөле берді, музыка да бөледі, аман болай. Сол үшін келесі жыл бәрімізге қуаныш, бақыт әкелсін. Бәріміз аман болай, тек қуанышта басымыз қосыла берсін.